Баршаңызға сәлем оқырмандар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын кешкі ас дайындаймыз. Үйректің кеуде етінен жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Тағамымызды дайындау үшін етімізді осылай ұзынша етіп, турап дайындап аласыздар. Одан кейін сәбізімізді жуып тазалап, ашып осылайынан ұзынша етіп, оны да турап дайындап аламыз. Және де тәтті персімізді, сонымен қатар пиязымызды дәл солай ұзынша етіп, оны да турап дайындап қоямыз. Табамызға сұйық майды құйып, қыздырып, етімізді салып, жақсылап, ағарғанша қуырып аласыздар. Достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Жаз айына банка жабу және де кешкі ас, түскі ас, торттар, пирогтар, салаттар жасау түрлерімен бөлісіп отырамын. Және де қазақша каналдың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, видеоларды көріп, достарыңызбен бөлісіп, таратып қойыңыздар. Міне осылай етімізді ағарғанша қуырып дайындап аламыз. Одан кейін үстінен пиязымызды салып, жақсылап екеуін қуырасыздар. Осылай пиязымыз жұмсарғанша, суы шыққанша қуырып алдық. Енді үстінен тәтті персімізді салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Енді үстінен турап алған сәбізімізді салып, оны да қуырып аламыз. Енді үстіне томат пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Тамағымыздың дәмін келтіру үшін дәміне қарай тұзын, паприка және де дәмдеуіштер қосамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Барлығын кішкентай қасықпен бір-бір қасықтан салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстіне бір кеседей болатындай су құйып, астын баяу отқа қойып, бұқтырып аласыздар. Су құйғаннан кейін қатты отқа қоймаңыздар, себебі суы тартылып кетеді. Кішкене ғана баяу отқа қойып бұқтырасыздар. Подливіміздің жанына гарнир ретінде күрішті пісіреміз. Егер де сіздер бір кесе күріш басатын болсаңыздар, 2 кесе су құйып пісіресіздер. Видеоның бетіне жазып қалдырып кеттім, соған қарай пісіресіздер.
Тамағымыздың подливі де дайын болды. Осылайынан әдемі болып пісіп шығады. Енді күрішімізді кесеге салып, осылай тәрелкенің үстіне төңкеріп аласыздар. Одан кейін подливімізді күрішіміздің жанына қойып салып шығасыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі деген өте дәмді болып шығады. Үйіңізде етіңіз таусылып жатса, осылайынан жасай салсаңыздар болады. Өте жылдам жасалатын тағамдардың бірі. Осылайынан укроппен, жусаймен әсемдеп тағамды ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің үйректің кеуде етімен жасаған тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.